Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай әдемі, жұмсақ, әрі жұп-жұқа келген құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұн, сүт, қант, жұмыртқа, қопсытқыш, тұз, күнбағыс майы және қайнаған су қажет. Құрғақ ыдыс алып, ішіне жұмыртқаларды жарып саламыз. Үстінен қант және тұз себеміз. Жақсылап миксерлеп, жылы температурадағы сүтімізді қосамыз. Миксерлейміз. Оның үстінен бөлік-бөлікке бөліп, ұнды саламыз. Үстінен қопсытқышты қосып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне қайнаған суымызды құйып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майымызды қосамыз. Табамызды майлап алып, орташа отта қызып тұрған табамызға құймағымызды құямыз. Өте жұқа етіп құюға тырысамыз. Дәл осындай әдемі, торлы болып құйылады. Арнайы силиконды қасықпен шет-шетінен бастап, аударып екінші бетін пісіреміз. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Табаны әр құймақты құяр алдында майлап аламыз. Сонда жабыспай өте әдемі болып шығады. Әрдайым жанынан бастап, одан кейін ортасын көтеріп аударамыз. Міне біздің құймақтарымыз дайын, өте жұқа, жұмсақ болып шықты. Дәмі деген тіл үйреді. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 100% шығатынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге болған